Керемет тәттілер, міндетті түрде арнаға жазылыңыз. Өйткені мен майлы гримуарымды осы жерден шешіп алдым да. Мен сияқты және Нарутоға ұқсайтын бала туралы ертегіні есіме түсірдім. Иә, осы екеуі сияқты жартылай ақылды, айқайлаған ақымақ. Ол 170 эпизод бойы үлкен шыршамен жүгіріп, қарақшылардың патшасы боламын деп айқайлайды. Мен оны шатастырдым. Сиқыршылардың патшасы. Ал басты кейіпкердің аты Аста. Бірақ оның қасындағы бұл бала жас жігіт. Жалпы, бұл қалыпты жағдай. Оған ешқандай сұрақ қойылмайды. Иә, мен видеоларды 1,5 сағат бойы тойтарып алмау үшін осы 170 эпизодты доғаға бөлемін. Өйткені мен айлакермін. Ал енді сюжеттегі ең бастысы туралы. Жергілікті қойшы шіркеуге лақтырылған екі сәбиді тауып алып, иә, сен тағы не істеп жатырсың? Және оларды баспанаға апарады. Көйлектеріне кестеленген сәбилердің есімдерін бірден байқайды. Сонымен қатар олардың біреуі тыныш, екіншісі берді. Қарты адам қателеспеді. Және 15 жылдан кейін біз Кастаның жергілікті шіркеу қызметкеріне доптарды қалай домалатып жатқанын көреміз. Ол бүкіл ауылға оған қаншалықты ғашық екенін, және ол патшалықтың билеушісі болғаннан кейін бірден оған үйленетінін айтады. Әпкесінің бас тартуы ол үшін бос сөз сияқты. Ақырында сүйіктісін ұрып соғып, көк кітаптан қандай да бір су сиқырының басына осындай дәмді чаф алады. Бұл анимедегі оқиғалар сіз ойлағандай сиқыр мен сиқыр әлемінде болып жатыр. Міне, бізді бірден өзінің кіші інісі имбецилдің жалындылығын басатын кішкентай үнсіздікпен таныстырады. Ал сен жанрдың классикасына сәйкес, басты кейіпкерлердің темпераменті Наруто кейіпкерлерінен алынған. Мұнда Аста, ала Наруто, ал Юна Сасуке сияқты. Міне, сен маған айтасың, бірақ бетіңде Адидастың 3 жолағы бар аққұбаға сүйеніп, барлығын бір тараппен салыстыру қаншалықты көңілсіз. Мен саған жауап беремін. Мен Оливияны қалаймын. Өмірдегі сорғыш Астаның тағдыры, өйткені сиқыр әлемінде, тіпті ит сиқырлай алатын болса да, ол сөзден ешқандай қабілетсіз дүниеге келген. Бірақ Аста бас тартпады және Рок лифтен шабыттанып, бар күшін Физуханы соруға жұмсады. Содан кейін гримуарларды тапсыру күні келді. Бұл тасымалдаушының сиқырын күшейтетін және жаңа сиқырлы қабілеттерді ашатын кітаптар. Қысқасы, салтанатты рәсімде бай троллердің ұрпақтары Асту мен Юнға гримуар алудың қажеті жоқ екенін айтты. Өйткені ауылдан келген қайыршылар өз орындарын біліп, балшыққа көмілуі керек. Сонымен қатар рыцарь сиқыршыларға тек үлкен сиқырлы күшпен туылған дворяндар ғана кіре алады. Әдепкі бойынша, барлық 15 жасар балалар өздерінің элементтеріне сәйкес келетін 3 жапырақты биде бар гримуарларды тастайды. Ал 4 жапырақты биде бар гримуар құлап кетуі мүмкін ерекше жағдайлар бар. Бұл биде патшалығының бірінші патшасы мен негізін қалаушыда болған ең керемет артефакт болып саналады. Мұндай макбукты жас жігіт тастап кетеді. Ол өзінің нан кескіштерін мақтан тұтатындардың барлығын жауып тастайды. Бұл олардың сілекейіне тұншығып қала жаздады. Содан кейін тағы бір жанжал болды. Қысқасы, Финде ешқандай гримуар болған жоқ. Ал Юна сиқыршылардың патшасы боламын деп тамағына дейін айтып жатқанда, Аста тізесінен тұрып, көрермендердің күлкісіне оның басты қарсыласы боламын деп айқайлады. Оған Юна бұл мүлдем мүмкін емес деп жауап береді. Тіпті өзінің қансыз болса да, ағасын мүлде қабылдамайды. Бірақ Аста көңілін қалдырмайды және өзіне қандай жағдай болса да мақсатына жетемін деп уәде береді. Және осылайша кез келген адам, егер оның қалауы шынымен күшті болса, сиқыршылардың патшасы бола алатынын барлығына дәлелдейді. Сонымен бірге жас қызғанышқа екі бай делбек шабуыл жасайды. Бірақ Юна олардың шабуылдарына оңай тойтарыс береді. Тіпті гримуарға да жүгінбейді. Бәрінен де айласын асырып, күтпеген жерден шебер Цепе Либучиге, бұрынғы сиқыршы рыцарға кіріп кетеді. Немесе барлық сиқырлы күшін нығыздап, барлығын шынжырмен байлайды. Бұл тұзақ Юнның кітабын сығып алу үшін, кейін оны сату үшін дайындалған. Содан кейін Аста басын қабырғаға соғып, сахнаға ең эпикалық түрде шығады. Жаңғақ жұдырығына лақтырылады. Бірақ бұл сиқыр әлемінде мүмкін емес. 1-2 минуттан кейін Аста толығымен сынған. Либучи Були Ласту Юно айқайлап жатқанда, ол оны өзінің қарсыласы деп таниды. Содан кейін кішкентай орта тап көтерілуге күш тауып, 5 жапырақты қара гримуарды оятады. Айыптау үшін, әке, сіз Ибососты басып тастай аласыз ба? Және одан қылыш тәрізді үлкен затты суырып алады. Егер 3 жапырақ әдепкі болып саналса, 4 жапырақ сәттілік дегенді білдіреді. Егер ол уақытында келмесе, Юннан анық бас тартар еді. Ал 5 жапырақ гримуарда жынның өмір сүретінін білдіреді. Содан кейін Астиге Физуха пайдалы болды. Ол оған өмір бойы кірді. Өйткені мұндай үлкен қылышты тек гадес қана басқара алатын еді. Сонымен, біздің мықты астанамыз өзінің үлкен қондырғысын екі қолына алып, бірінші шабуылымен Лебовскийдің сиқырын сейілтті. Ал екіншісі оны қабырғаға итеріп жіберді. Жігіттер 1-2 жылы сөз тіркестерімен алмасып, бақытты жігіттер бір-біріне бес ұпай береді. Ал үшінші эпизод адамзатқа жын шайтанның жойылу қаупі төнгені және бірінші сиқыршы патша оны өз өмірін құрбан ету арқылы қалай құтқарғаны туралы әңгімеден басталады. Демек, басты кейіпкерлер өскен ауылдың ортасындағы алып жынның қалдықтары мен патшаға арналған ескерткіш. Сондай-ақ патшаның патшалықты тікелей қорғайтыны түсіндіріледі. Оған 9 сиқыршы ордені бағынады. Олар майданда соғысады. Сонымен қатар онда әртүрлі тапсырмаларды орындайды. Олар бармасын, ал Аста әлі де қыңырлықпен тынысын жалғастыруда. Бірақ қазір жалаң қолымен емес,
өзінің үлкен елді жынымен. Айтпақшы, оның жаттығуын осы сүйкімді кішкентай құс бақылап отыр. Ол болашақта гагашкаға байланып қалады. Иә, мен саған айттым. Юна да уақытты босқа өткізіп, шеберлігін шыңдаған жоқ. Жігіттер жер жыртуға табанды болды. Өйткені 6 айдан кейін оларды сиқырлы рыцарь атағын алу күтіп тұрды. Енді ғана Аста қылышын бұлғап тұрғанда, жас жігіт жел сиқырымен 1-2 жыл бұрын отында жарып жіберді. Уақыт келді. Эпостар патшалықтың астанасына жетіп, іріктеуге қатысуға тіркеліп, келесі нөмірлерін алды. Аста қара бұқалар отрядының капитанына тап болып, кішкентайдың басын жоғалтпайды. Ями Сукихирді емтихан кезегімен шатастырды. Бұл бұйрықты оның командасының ең көп соққыға жығылған мүшелері біледі, және оны капитан шығарады. Сондықтан ешкім бұл отрядқа кіргісі келмейді. Мұнда біз қалған отрядтардың барлық командирлерін ұсынамыз. Олар туралы әңгіме барысында бірнеше рет қозғайтын боламыз. Мен атап өткім келетін жалғыз нәрсе бұл Челикс, Алтын таң орденінің командирі Уильям Важен. Алтын таң патшалықтың ең жоғары дәрежелі ордені болып саналады, және бұл түр одан әрі сюжетте көптеген тосын сыйлар жасайды, және ол сиқыршылар патшасы атағына келесі үміткер болып табылады. Сиқыршы патшаның өзі іріктеуге келмеді. Өйткені неге? Уильям жасақ капитандары алып кететіндер рыцарь болатынын хабарлайды. Егер бірнеше қалпақ бір адамды алып кетуді шешсе, онда ол қайда бару керектігін өзі шеше алады. Ол сондай ақпанаға сыпырғышты беріп, бірінші тапсырманы береді. Сыпырғышпен ұшу. Юна бірден басқалардан артықшылығын көрсетеді. Аста жерде ұйықтап жатқанда, екеуі сияқты ауада оңай қалықтайды. Дәл сол жерде біз күміс бүркіттердің капитаны Нозл мен оның сіңлісі Эль Сильвердегі әпкесі арасындағы отбасылық қақтығысты көреміз. Онда Нозель оған асыл отбасылардың мүшесі ретінде бұл таңдаудың пайдасыз екенін айтады. Сонымен бірге оның бар болуының өзі түсінбеушілік екенін айтып, оны қорлайды. Иә, сүйікті аға, ол сондай. Аста қалған емтихандардың барлығын тапсыра алмай, соңғысына дейін барады. Онда жұптасып, жарысқаннан кейін жаңадан келгендер бір-бірлеп сырғытуға мәжбүр болады. Саки, емтиханға қатысушылардың бірі, осы уақытқа дейін өзін жақсы жігіт ретінде көрсетіп, Астаны жігерлендіріп, Астаның оған оңай қарсылас болатынына сеніп, оған қарсы шығады. Саки көк тосқауылды пайдаланып, өзін шабуылдардан толығымен жауып, Астаны шабуылға итермелейді. Бірақ біздің жаңғақ жігітіміз қарапайым, ол өзінікін алып, бар күшімен жалаңаш бетке үрлейді. Бір соққымен бетонға аянышты сорғышты таптайды. Бұл капитандарға өшпес әсер қалдырады. Ями бірден кішкентайда сиқырдың бір тамшысы жоқ екенін, және оның гримуарлары мүлде сиқыр емес, басқа нәрсе екенін бірден байқайды. Юна да тәкаппар байды оңай жеңіп, үлкен торнадо жасайды. Күн батуға жақын және үміткерлерді іріктеу кезегі келді. Жартысынан көбі бірден іріктеліп алынады, және кезек барлық отряд капитандары өз орденін алғысы келетін Юнаға келеді. Бірақ Юнаның жігіті ақылды және алтын таңның ең жоғары орденін таңдайды. Келесіде Аста шығады, және капитандардың ешқайсысы бұл жігітті өзіне апарғысы келмейді. Сол кезде кенеттен Яме Сукихира оған қарай түсіп, өзінің қорқынышты аурасын сейіл түймесіне қойды. Бұл жаңадан бастаушыларға қатты қысым жасайды. Бірақ Аста өзінің болашақ капитанының қысымына төтеп беріп, оған ештеңе бермейтінін айтады. Тіпті бұл үшін жылдар қажет болса да, ол бәрібір сиқыршылардың патшасы болады. Яме Астаның өмірінде оған шынымен сенген жалғыз адам. Іріктеуден кейін Асти дәретханаға қатты жүгірді. Ал ол өз қажеттіліктерін қанағаттандырып жатқанда, ренжіген ски үңгірге улы кесіртке Астиді жіберіп, одан кек алмақ болды. Ал менің не айтқым келгенін түсінсең, солай ма? Бірақ жаңғақты Юна құтқарып, қорқақ Арамзаны қуып жіберді. Жақсылап үрлегеннен кейін Аста тағы да капитанына жүгіреді. Файнрал портал сиқырын ашады, және олар Блэк Булл жасырынған жеріне телепортаж жасайды. Айтпақшы, Ями Луто қарамағындағыларды құл ретінде шақырып, қорқынышты түс көргенді жақсы көреді. Бірінші кеште Юна өз отрядының вице-капитанымен ауызша сөйлесті. Ол оны танымайды, және капитанның оны неге таңдағанын түсінбейді. Өйткені ол қарапайым адам. Ал Юна Клаустың шабуылдарына дәл жауап берді. Әдемі қаншық. 6-шы эпизодта бізге қара өгіздің ұясында болып жатқан барлық қоқыстарды бірден көрсетеді. Магна мен Лаки бір-біріне қол бұлғайды. Ванесса өзін өзі қалпына келтіруге тырысады. Чами аузына тәттілерді толтырып жатыр. Гошу кішкентай әпкесінің суретіне питонды тұншықтырып жатыр. Грей өкпесін ингаляциялап жатыр. Ал Ями, Аста, Финрал және Гордон кіреберісте тұрып, осы алаяқтықтың бәрін бақылап отыр. Аста голасына да өзін жариялайды. Бірақ Ями ашуланып, бір соққымен кіреберіс қабырғасын шығарып алғанша, бәрі шкетті елемейді. Ал жігіттер кішкентай балалар сияқты капитандарына жабысып қалады. Ол оларды бірден орнына қояды. Содан кейін Астаны өзі сияқты соққыға жығылған еңбектердің отрядымен таныстырады. Ату орденге жылы шыраймен қабылданды. Сонымен қатар Ями отрядтың басқа мүшелері де бар екенін айтты. Бірақ олар не тапсырмалармен айналысады, не бір жерде тігіншілікпен айналысады. Магна Пангта Мелкиге білім беріп, айқайлаған пиздуктың қабілеттерін мылқау тапсырмалар мен шығармашылық от сиқырының соңғы шабуылы арқылы тексереді. Оны Аста сәтті тойтарыс берді. Яме ақылды адам, мен бұрын айтқанымды түсіндім.
Астаның қылышының қабілеті оған қол тигізген кезде кез келген сиқырды сейілту болып табылады. Қысқасы, Магна кішкентайын таниды және Томға орден шапанын береді. Айтпақшы, бұл ғимарат өз алдына бір-біріне бағынды және мұның және басқасының буын арқылы қалай болатынын кейінірек білетін боласыз. Аста бөлмесін жылтыратып жатқанда, Юноны алтын таң орденімен таныстырды. Содан кейін пациенттер өз ауылдарына өздерінің жетістіктері туралы хаттар жіберді. Таң атып, Аста бірінші кезекте кездейсоқ пайда болған қабырғаға күмәнданды. Хогвартс сияқты зәулім үй жұмбақтарға толы. Тұрғын үйдің негізгі бөлмелерін көрсету кезінде Аста мен Магна орденнің екінші жаңа ойыншысына тап болады. Бұл қыз Ноэль есімді асыл отбасынан шыққан. Кездесу барысында Ноэль Астаға менсінбей сөйлеп, оны жібереді. Жалпы жігіттер бірден тіл табыса алмады. Айтпақшы, елде әлі күнге дейін өзінің сиқырын қалай басқаруды білмейтін ақымақ бар. Ал Васту су шарын ұшырып жібергенде, ол кездейсоқ Магниді бетіне ұрып жіберді. Қақтығыс кезінде На мен Психу қара өгіздің шапанын лақтырып жіберіп, кетіп қалады. Аста Вит көшеге шығып, оның елде қатты жаттығып жатқанын көреді. Бірақ ол адасып, өзінің сиқырының тұзағына түседі. Орден мүшесіне қауіп төніп тұрғанын байқаған соң, бүкіл отряд көшеге жүгіріп шығып, өз шегін еңсеру деген сөздермен шұңқырға ұшып кетті. Аста тәкаппар қызды құтқарып, қатты сөйлеген сөздермен оны жігерлендірді. Осылайша Ноэль күні астында өз орнын тауып, жаңа отбасын тапты. Енді бұйрық мүшелерінің қабілеттері туралы аздап сөйлесейік. Финал. Сіз түсінгендей, кеңістіктік сиқырды пайдаланады. Магма бұл жерде атау бәрін өзі үшін айтады. Айтпақшы, Магма емес, Магна, бірақ оны жақсы көр. Грей, бірақ Саша емес, қалай реинкарнациялауды біледі. Тамақ дайындауды өз көзімен көреді және осындай сүйкімді қозыларды шақырады. Сонымен қатар піл сияқты жейді. Ал қалған парсылар кейінірек ашылады. Магна мен Яма ауылдан келген қарт адамға карточкаларын жоғалтып алды. Ал жарты жылдық жалақысы әлі де бар. Енді олар жабайы қабандарды жою тапсырмасына тегін кепілдік беруге мәжбүр. Көлік болмағандықтан және Аста сыпырғышпен ұша алмайтындықтан, Финра шаршағандықтан оларды телепортациялау қиынға соқты. Магнака өзінің мега керемет велосипедіне тұрарлық, ал үшеуі бірге миссияға аттанады. Ал Соши ауылына шапан киген жігіттер келді. Бұл қандайда бір үлкен қырғынды білдіреді. Бұл адамдар ауылға қандайда бір сиқырлы тасты алу үшін келді. Оған дейін қабандардың біразын өлтірді. Олардың ішіндегі ең қауіптісі мұздың сиқырын қолданатын еденде тыртығы бар мына бір түрлі жігіт. Айтпақшы, бұл ауыл Магнаның отаны. Тістерін кесіп тастағаннан кейін Ребзики күмбез тәрізді бір түрлі қалың тұманға оранған ауылға келеді. Магна дұрыс емес нәрсені байқап, Астиге тұманның сиқырын қылышымен сейілтуін айтады. Алаңға шығып, жігіттер мұздан жасалған үлкен мұз айдындарының астында кепілге алынған адамдарды тапты. Осыны түсінген соң, біздің челиктер жаулармен бетпе-бет келіп, Айлакер Бандюган Асти мен Магнидің қолдарын байлап, бейбіт тұрғындарға шабуыл жасау арқылы Айлакер қадам жасайды. Бірақ Ноэль өзін біріктіріп, күмбезді тосқауыл жасайды. Бұл күресуді жеңілдетеді. Аста пайда болып, тесіп өтеді. Бұл өте өкінішті. Жаудың ерекше терлеген тобының сұр шашты көшбасшысының нүктесі емес. Бірақ Адиданта күшті және Ломға тойтарыс береді. Бірақ тандемде әрекет ете отырып, жігіттер тыртықты жігітті жеңе алады. Аста 5 сиыл ұйықтап қалды. Ал Антиптаха сол сиқырлы тасты тауып, алаңның астынан ұшып кетті. Магна жауларын кепілге алып, оларды өзінің сиқырына байлап, жауап алу үшін патшалыққа апармақ болды. Бірақ сәби болды жерлеу және барлық серіктестерін, соның ішінде өзінде жойды. Нәтижесінде Ребзиктер оның кім және қайдан екенін анықтай алмады. Айтпақшы, Яме мен Магна карталарын жоғалтып алған Дедан қайтыс болды. Қыз таса келді. Болды, бақытты аяқталды. 10-шы эпизодтың соңында олар үлкен тастың жанында тұрған кейбір адамдарды және олардың біреуінде алтын таң шапанын көрсетеді. Тапсырма аяқталғаннан кейін жігіттер қалпақ алдында есеп берді. Сол сәтте Фенерал мен Ванесса сиқырлы тергеу бөлімінен оралды. Олар ешқашан ештеңе үйрене алмады. Магнус Психо қабырғаға отты допты ұшырып жібереді. Ал Яме бұл жерде бәрін қиратуға жақсы деген сөздермен оның артындағы қабырғаны құлатады. Сонымен қатар сиқыршылар патшасы орденге бір жұлдыз бергенін айтады. Қысқасы, бұл жұлдыздарға әртүрлі ерліктері үшін орден беріледі. Бұл жұлдыздар неғұрлым көп болса, орденнің рейтингі соғұрлым жоғары болады. Демек, құрмет пен әртүрлі тоқаштарда көбірек болады. Ал егер Кримзон Дон да 70-ке жуық жұлдыз болса, онда бұл асталоптарда -30 лол бар. Яме барлығына жалақы беріп, оны тастап кетті. Келесі күні Аста сатып алу үшін Или Ванессаға ұшып кетті. Ал жол бойында ол біздің ақылсыз жігітімізге қатты ескеді. Әлі де осындай тақырып бар беде патшалығы қабатты торт сияқты. Жоғарғы байлар мен патшалықтың ортасында, одан кейін іріктеу жүргізілген қарапайым жерлер мен қолайсыз жерлер, әртүрлі ауылдар орналасқан. Жігіттер қарапайым жерлерге жайғасты. Қабырғадан өтіп бара жатып, балалардың 4-тен 9 мен 4-тен 3 бөлігі қара базарда болды. Мен оны айыптаймын. Сол жерде олар екі күтушіні азғыруға тырысқан. Бірақ астамен ерлі зайыптылар ескі әжесінің әмиянын тартып алған қарақшыны ұстамақ болған кезде өліп қала жаздаған Сакидің жолын кесіп өтті. Ал әже сиқыршы патша болып шығады. Ол өте қызығушылық танытады және әртүрлі сиқырлардың табиғатына ерекше қызығушылық танытады. Айтпақшы, қазіргі патшаның есімі Юлий Крон. Ол сиқыршылардың 28-ші патшасы. Бала кезіндегідей көңілді, өз қызметіне немқұрайлы қарайтын,
барлық жұмысты Маркстың қамқорлығына алатын бейқам ағай. Дәл қазір Клаустың өтіп бара жатқан арбасына қызғанышпен қарап, Джуно мен Мимоза Вермиллионың сүйемелдеуімен Юноның емтиханда жеңіп алған бай сілекейін одақтық жүрек патшалығына жеткізуді тапсырды. Патша жаңадан келген адамды көруге бел буып, оны тастап кетті. Бұл жалқау Юнодан өзімен бірге жүруін және сапар барысында балаға жалап беруін өтінді. Міне, осының бәрі тұзақ екені түсінікті сияқты. Арбаның үстіне бұлттар үйіліп, көптеген жаулар ұшып кетті. Олармен жас жігіт еш қиындықсыз күресті. Нысаналар ол Юнаның қай жерде өскенін көргісі келді, және олар ауыл арқылы ұшып өтіп, тұрғындармен амандасып, сонда түнеп қалды. Сол жерде оларға капюшон киген және мойындарында бас сүйегі бар шынжырлары бар гопниктер тағы да шабуыл жасады. Шабуылдаушыларды шашып жібергеннен кейін Мимоза шындықтың гүлін нысанаға қолданды және ол оларға қызғанышпен кек алу үшін осының бәрін реттегені туралы барлық ақпаратты берді. Айтпақшы, Мимоза адамдардың орналасқан жерін бақылай алады. Яндекс навигаторының бір түрі гүлді. Айтпақшы, Клаус Ақшақардың тағы бір қолбасшысының жоғалып кеткенін байқайды. Ал бұл қашқындар сиқыршылардың патшасы болады деп кім ойлаған? Бұл шайтан тек бақылап қана қоймай, өз айыптарын да тексеріп, 5-ші бандюкты байқамай жойып жіберді. Жарайсың, Дедан, жарайсың. Келесі күні таңертең Челики қайтып келіп, бәрін Аджинске хабарлады. Ол сиқыршылар патшасы олардың ерліктерін мойындап, оларды бір жұлдызбен марапаттағанын хабарлады. Және олардың айтуынша, патшалықта зұлымдықтың көбеюіне жол бермеу керек. О, бұла, важанс, бірақ кім болса да. Міне, 13 эпизодтан тұратын қара жоңышқаның бірінші доғасы аяқталды. Тұтастай алғанда, бұл арка сізді кейіпкерлермен таныстыру және сізді осы керемет сиқырлы әлемге батыру үшін су бөлігі болып табылады. Содан кейін маған сеніңіз, көптеген қызықты нәрселер мен қызықты оқиғалар болады. Міне, осының бәріне рахмет айтамын. Мен мұны аяқтадым. Және арнаға жазылыңыздар. Бауырластықпен мен бәрін құшақтадым.